Ал сіз полиция шақырыңыз. Сосын маған да счетті бересіз, ше? Аха, жақсы. Мен де төлемеймін 15%. Не үшін төлемейді екенсіз? Менің заң жүзінде 15% төлемеуге құқығым бар. Сонда сіз ана қыздың еңбек ақысын төлемеймін деп тұрсыз ба? Сонда бұл даяшы. Менің қызметкерім бе әлде сіздің қызметкеріңіз ба? Жоқ, сіз түсінсеңізші, ол күндіз-түн осы жерде жұмыс жасайды. Осы жерде нан тауып жеп отқасын, біз оның үстіндегі процентін төлеуіміз керек. Егер бұл даяшы осы жерде жұмыс істейтін болса, осы жұмыс істейтін жер айлық төлемей ма? Иә? Сіздің қызметкеріңізге неге біз төлеуіміз керек? Жоқ, біздің кафенің заңы солай. Сіз кафенің заңы десеңіз, біз елдің заңына бағынамыз. Қандай елдің заңы? Сіздер сонда білмейсіздер ма? Қазір барлық жерде осы ғой. Услугаға, үстемақы, процент, осыны білмейсіздер ма сіздер сонда? Егер сіз айтқандай, барлық жерде осындай услуга болатын болса, келген әр адамға ескертіп айту керексіздер. Ал сіздер ешқандай ескерту айтқан жоқсыздар. Негізі, әркім өз еркімен даяшыға сыйақы беруге болады. Оның өзінде сіздің даяшыңыз келген клиентіне қалай қызмет көрсетуіне қарай. Одан кейін бере ма, бермей ма, әркімнің өз еркі. Негізі бар ғой, ә? Сіз төлейін деп тұрған адамға ұқсап тұрған жоқсыз, көзіңізден оқып тұрмын. Сіз менің көзімде емес. Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігінің бұйрығын, оған қоса тұтынушылардың құқығын қорғайтын заңды оқыңыз. Егер маған күмәніңіз болатын болса. Аға, қойыңызшы енді. Не ол болмайтын ақшаға осыншама әңгіме айтып не керек? Кішкене ірі әңгіме айтсаңыздаршы. Бәріміз енді бір қазақтың баласымыз ғой дегенім ғой енді. Қойыңыздаршы енді, болды, жарайды. Біріншіден, қазақтың баласы емессің ба дегеніңізді анау даяшыңызға айтыңыз. Мәзірдің не екенін білмейтін. Екіншіден, мынау улап жатқан шайханаңызға айтыңыз.